Иса Жумагелдин. Өзім заңгермін. Осы Семей қаласының тұрғынымын. Туған күніңіз, жылыңыз, айыңызды айта кетсеңіз. 7 маусым 1961 жылы. Енді бүкіл елде қаңтардың 4-і, 5-і, 6-сы өзіңіз білесіз, қаңтар көтерілісі болған. Семейде тыс қалмады. Басқасында болыпсыз. Хронологиясын айтып берсеңіз. Қайдан естідіңіз? Қай жерге бардыңыз? Қалай өтті? Енді естігенде оны сол батыста басталғаннан кейін, WhatsApp-пен жан-жақта жазып жатты ғой. Соны естігеміз. 4-ші қаңтарда алаңда кісілер жиналғанда кім шықты дейді. Мен өзім көрген жоқпын. Әкім шығып айтты дейді кісілерге. Ертең түстен кейін сағат 2-де мен шығып кісілермен кездесемін. Болып жатқан жағдайды түсіндірем, айтамын. Семей өңіріндегі не істей алатынымызды бәрін түсіндіріп берем деген. Сол соң түнде Алматыдағы болып жатқанды интернеттен көріп, бәрі бычыт болып жатқанын. Сонда мен өз басым сонда күдіктеніп қалдым. Жайдан жай бұлай болмайды ғой. Қазақтар жай жиналып, қалай 1000 жерден ашынған болса да, бәрін төңкеріп, көліктер төңкеріп, жағып, өртеп. Мен сонда бір күдік болған. Жақсы, сонан кейін WhatsApp нелерден жаза бастады. Әкім сағат 2-де емес, сағат 3-те Абай атындағы кітапханасында сол жерде кездесу болады деп. Соған бардық біз. Нешеде бардыңыз? Бірнеше адам, сол 2,5-ға таман әкімдіктің қасына бардық. Сонда кездестірдік жігіттерді. Сонда полициялар да тұр. Сонда ол кезде полиция бәрін қоршап алған. Алаңды? Алаңды, иә. Алаңда қанша адам болды? Халық қанша? Шамамен? Жоқ, алаңда әлі кісі болған жоқ. Кісі аз, енді анда-мында өтіп бара жатқан бірең-саран кісілер. Біз сол жерге бардық. Сол жерден анықтап алайық деп. Сонда полиция алаңды қоршап алып, адамдарды кіргізбей тұр ма? Қоршап алған, иә. Кімдер? Ұлттық ұландар. Ұлттық ұлан, соларды қойып қойған. Бірақ олар ешкімді жай қоршау тұр, бірақ кісілер анда-мында өтіп жүрген күндіз. 2:30-да бардық, сол жерде жүрген кісілерден анықтадық. Полицияның нелері жүрген, офицерлар, олардан сұрадық. Иә, қазір неде деді. Абай кітапханасында кіммен кездесу болады деді. Әкіммен? Әкіммен. Сонан кейін неге бардық? Әкімнің аты жөнін айта кетсеңіз. Әкімнің аты жөні Бақытжан Баяхметов деген кісі. Қанша болды оның әкім болып отырғанына? Бір 8-9 айдай болған шығар. Бұның алдында Сақтағанов деген болған. Ол кісі кетіп қалды. Жан жақтан белсенділер түртіп, біз барғамыз. Кейінгі жылдар естуімше Семейде тұрақты әкім жоқ. Тұрақты әкім жоқ. Соңғы 5 жылда неше әкім ауысты? 5 жылда жоқ, міне 3-ші әкім. Сонан кейін сағат 3-те сол неге бардық? Кітапханаға. Сонда күтіп отырмыз, сағат 3-тен кетті. Әлі жоқ. Сонда келгенде, мысалы, бәрі сол билікке жақын кісілер отыр. Сол әкімдіктің адамдары, депутаттар, қала маслихатының депутаттар отыр. Белсенділерден жай енді билікке қатынасы жоқ адамдардан бір 10 шақтысы ғана болдық біз. Әкім не жайында айтты сіздермен сөйлескенде? Қандай талап қойдыңыздар?
айтқанда былай, ол кісі соңын маслихаттың хатшысы кешігіп келді, 3-те емес, ол 3-тен бір 20 минут кеткенде ме келді. Ол кісілерге президиумға не дайындап қойған орын, ал біз астыда отырмыз керек. Сол ана кісі кіргеннен кейін біз енді қолма-қол наразылығымызды айттық. Сіз қайда жүрсіңіз? Қызықсыңыз, елде міне андай болып жатыр екен. Бәрі быт-шыт. Алматыны көрдік не болып жатқанын. Сіз қалай жүргеніңіз немен? Сол жерде ол кісілер неге президиумға отыратын мүмкіндіктері де болған жоқ. Сол жерде астыда тұрдық та сөйлестік. Сол неге асты болғанда сахнаға шықпай, сахна бар, соның ішінде президиум. Оған шықпай, сол жерде асты неде сөйлесіп тұрдық. Сол айттық, міне, қазір сіз немене істемекшісіңіз? Ал міне жинағаныңыз осы билікке жақын адамдар. Бұларға немене айтасыңыз? Халықпен сөйлесу керек қой, сөйлескеннен кейін. Бәрін өзі көріп отырсыңыз ғой, не болып жатқанын. Міне, жаңа естіп жатырмыз, жан-жақта халық жиналып жатыр екен. Соны айтқан стадион кешенесінде жиналып жатыр, алаңында. Семейде. Содан кейін ЦУМның қасында жиналып жатыр деп, сондай мәліметтер болды. Халық сонда көшеге шыға бастады. Иә. Сол жерде айттық, бұны қазір бәрін керек емес, ол сіз немене жай баяндап бересіңіз, осылай, міне, бұл кісілер өзі де біледі, депутаттар кімдер өздері де біледі, әкімдіктің адамдары. Оныншы барып, халықпен сөйлесіп, дұрыс бағытқа апару керек қазір халықты. Құдай сақтасын, қазір міне Алматыдағыдай болса, содан Құдай сақтасын, сол дұрыс бағытқа апару керек. Қазір барып, сонда барайық дедік. Ұсыныс жасадық. Қолма-қол сол жерге барайықшы дедік. Бұлай деді, әні деді. Соң кейін ол кісіге айттық. Оған ұқты енді біз өз жүйемізді білеміз. Сіз әкім болсаңыз да, өзіңіз көбін шеше алмайсыңыз. Міне, қазір Астанаға ма қайда хабарласып, ақылдасып алыңыздар. Ақылдасып, сол жаққа барайық бірге. Полиция бар қасыңызда, ешкім етпейді. Сол жерге барайық та, халықпен сол жерде сөйлесейік. Сонда айтқанбыз, сол жерге барып, енді қолыңызда ғой бәрі. Үлкен нелер, микрофон етіп, нені қойып, дыбыс аппаратураны. Әкімге халықпен кездес, басу айт дедіңіз, әкім бармай қойды, бас тартты. Жақсы, мен қазір ақылдасайын деді. Бірақ оны біліп тұр, біз айттық, қазір деді шығып кетті, ән жерде есік бар, сол жаққа кетіп қалды да, телефон алып, біз күтіп отырмыз. Бір 10 минут күттік, 20 минут күттік, кісі жоқ. Әкімнің орынбасарлары болған, сол айттық, әкімді шақыртсаңдаршы енді. Ол кісі қызық енді. Біз күтіп отырмыз ғой енді. Бәріміз күтіп отырмыз. Сіздер күтіп отырсыз. Біз сұрақ қойдық, ол кісі қазір ақылдасамын да, келем деп айтам деді, жоқ болып кетті. Күтіп отырмыз, жоқ сонан кейін. Оқытық, енді болды, енді жаққа халыққа неге шықпайтын. Сол біз шықтық, кітапханадан шықтық та, естідік, неден келе жатыр деп, халық Спартактан, стадионнан келе жатыр осы жаққа деп. Сол көше жоқ, әлі мәшинелер жүрді. Соң бізде сол жаққа бардық, барайық деп алдыға шықтық, қарасақ келе жатыр екен. Мед университетінің алдында кеп қалған. Сол жерден неге алаңға барды бәрі. Онда енді мені байқап отырып, былай қарап, мынандай ішіп аған, немесе көзі аларып, айтты ғой, ойбай, бәрі наркоман екен, анамын. Ондайды мен өз басым біреуінде байқаған жоқпын. Оған оқты жастар етіп келе жатыр, ұран соғып, шал кет деп жатыр, анау-мынау айтып. Бірақ боқ ауыз айтқан, мынандай басқа нелерді ұрамыз бірдеме, ондайды мен өз басым ешкімнен естіген жоқпын. Сіздің алдыңызда бірнеше қоғам белсендісі сұхбат берді. Спартак стадионының маңында арақ таратты дейді, осыны алаңға жиналған адамдардың аузынан арақ сасып жүрді дейді. Мен осы Спартакта болған жоқпын. Мүмкін. Бірақ мен өз басым,
келе жатырмын, айғайлап келе жатыр, қарадым. Содан кейін мысалы жолдан әлі көлік жүр. Сонда көлікке не етіп көшеде бет алды қирату болған жоқ. Болған жоқ. Ал енді алаңға халық жиналғаннан кейін шамамен сағат нешеде бейберекет басталды, ол неден басталды? Сағат сол енді кімдер келгенше сол сағат 4-4-4-тен кете жаңа жиналды да, бірақтан арасында бірінші сол бірінші қоршап алды ғой. Сол қоршаған кім ұлттық ұлан, олар дәл әкімдіктің алдында тұрғызып қойыпты оларды. Қолдарында қалқан бар. Соңында жастар сол жаққа кетті де, соңын сол жерде естіле бастады, деп келе жатыр, байлансайын ба деп. Соңын біз міне келе жатқандар, белсенді, осы қаланың белсенділері, үлкен кісілер арамызда тоқтаттық. Айтты, қойыңдар, түкте лақтырмаңдар полицияға. Ол да міне біздің балалар, қазақтың ағайындары, етпеңдер. Ол кезде расында тіл алып, жарайды деп етті. Тоқтаттыңыздар? Тоқтаттық бірінші. Сол соң халық бәрі де шулап етіп тұр. Енді ұғынықты арасында да болған шығар. Соң қалай болмаса да халық ашынған, әбден шаршаған халық. Жағдайлар қиын. Енді андайды кімнің болмаса да несі, ашынған несімен мүмкін бір-бірін итеріп тұрған шығар. Арасында жаңа енді айтылғандай мүмкін мас болған шығар. Етеміз, қайтадан не бастады? Полицияның қасына келіп, кішкене айғайлап, тағы да тоқтатып еткеннен кейін кішкене басылған сияқты болды. Соң мен енді өзімде ұқтым, қазір бір дұрыс болмайды бірден неге деп. Соң кейін оң жағындағы әкімдік оң жағындағы несі бар, есігі. Сол жаққа былай бар, мен өте алмайсың, сымды тартып тастаған. Соң қарасам, жерде депутаттар тұр. Соң бір депутат шақырдым. Мен сен жаңа неде болдың ғой енді? Қай депутат, аты жөні кім? Аты жөні мәслихат депутаты ма? Мәслихат депутаты. Облыстық, қалалық? Қалалық. Әділжан ғой деймін. Соған айттым, шақырттым да, байғалап. Еркім бергеші. Сол жер бір ақсақал тұрған. Көң кісі, ол кісі 83-темін деді. Сол кісі айтты, ой, сұмдық болғал тұр ғой, немене деп. Мен сол айттым, әкімді шақырту керек дедім. Ешқалай өте алмайсың, ана жаққа есікке кіріп айтайын десең. Сол соң депутат келді, мен айттым, жаңа енді неде кітапханада өзің болдың ғой. Кімге айттық қой? Халықпен кездессін, сөйлессін. Кішкене басылар халық сонда. Құдай сақтасын, қазір бірдемеге алып кетсе біреулер. Жақсы, бірақ кетіп қалма жай. Міндетті түрде барып айтшы дедім. Ол кіріп кетті де, соңы біраздан кейін әкім шықты. Әкім шықты да не жаққа тұрды, ненің сатына, театрдың. Шамамен нешеде сағат? Сағат сол 5 боқпаған шығар. Әкім не деді сонда шыққанда? Сол шықты да, қолында әлі нелері де жоқ. Жаңа мегафонды алған, түгі естілмейді. Бірден деп айтып жатты. Кісілерден шулап тұр ғой, көбі естілмейді. Соң айтты, мені көп мәселелер шешеміз, қандай талаптарыңыз бар, айтыңыздар деп. Соң менің алдымда Майра апай сөйлесті, Абенова. Ол кісі сөйледі. Кім сөйледі? Сол жерге облыстық мәслихаттың депутаты кім? Айбек Нұғымаров. Сол жігіт сөйледі. Сонан кейін бір 2-3 сен мен сөйледім. Мен сол жерде айттым енді. Мен өз талабым былай дедім мен. Міне әкім осы Семей өңірінің президенттің уәкілі. Міне сіз енді өзіңіз шеше алмасаңыз, шеше алмайсыңыз ғой ұғынықты. Бірақ бір қысқа уақытта Астанаға жеткізсеңіз. Міне біз былай қарағанда көмірдің үстінде тұрмыз. Міне Қаражыра онда жай не сияқты құмды қазғандай көмірді алады. Ал бағасы удай. Енді оның бағасын түсіруге болады ғой енді. Ұғынықты ғой енді ол
құмның бағасы қандай, көмірдің бағасы дәл сондай болу керек. Ешқандай несі жоқ оның. Технология анау мынау. Сол сияқты шамамен әкімге неше талап қойдыңыздар? Мен сол көмір туралы, электр энергия туралы айттық. Сондай, соң полигон жөнінде айттық. Майра апай айтты полигон жөнінде, мен де айттым. Енді бәріміз сол полигоннан зардағанбыз. Сол мәселені көтеру керек қой. Өтемақы туралы ма? Өтемақы полигон туралы? Иә. Сол туралы көтердік. Жақсы, сол жерде ана кісі айтты, жақсы осыны ресми түрінде Астанаға жеткізем деді. Айтамыз, осы соң күтейік. Соны сол жерде біз айттық. Соңғы тағы да біріне интернетті қосыңыздар. Соңғы полицияны бұлай, полиция болған дұрыс енді. Бірақ бұлай қалқан қойып, халыққа әдей қарсы тұрған сияқты, қойғызып қойған сияқтысыңыздар. Полиция дұрысын, дұрыс. Қазір мүмкін анау біріне болып қалса, онда полиция болған ол дұрыс. Бірақ бұлай тұрған ол дұрыс емес деп. Оған енді үндеген жоқ, оған жауап берген жоқ. Соны кейін сол жерде қайтадан айттық. Кісі көп ана сөйлейім деген. Соны тағы да айттық. Соны ана кімнің орынбасары тұрды сол жерде, Айдар Садырбаев. Ол кісіге де тағы да айттық. Енді Айдар жаңа неде кездескенде айтып едік қой. Мынау театрдан не шығарсаңыздаршы енді. Жақсы естілетін аппаратура бәрі дайын тұр ғой деп. Соны әкім айтты, иә, қазір істейміз деді. Сонан кейін расында аппаратураны шығарды, бір-екі микрофон болды, жақсы кісілерге естілетін болды. Әбсе айтып тұрғанда, бірең сараң ғана келді әкім сөйлеп тұрған жерге. Көбінесе бәрін көңілі сол полицияға қарама-қарсы тұр. Микрофон, аппаратура шамамен нешеде қойылды? Сол 5,5 шығар, 5,5-6-ға таман. Әкім нешеге дейін тұрды алаңда? Енді 1 сағаттай тұрған шығар. Сол микрофон етіп, естіле бастағаннан кейін, ана жақтағы жастар міне мына жаққа келді. Естіле бастады. Естіп, сонда келіп, кішкене кейбіреулер тыңдады. Енді оғын-оқты арасында микрофонмен айтқандарды шал кет, анау-мынау деп айтты. Бірақ онда тұрған түкте жоқ, ол заңда жоқ ондай. Ол былай ғана қылмыс емес, ешқандай неге де жатпайды ол. Әкімшілік кодексінде жатпайды. Соның артынан әкім кеткеннен кейін бейберекет нешеде басталды, нешеде гранаталар жарылды, оқ атылу қай уақытта басталды? Ол кезде мен соңғы кетіп қалғанмын. Нешеде кеттіңіз? Сол 6-тан мен кеттім де, бір 40 минуттан кейін келсем, мен сол ең алаңға тақып қалған тарс. Оққан жоқ, не болып жатыр? Сол тез-тез барсақ, сол анау нелер гранаттар атылып жатыр екен. Халық бірден тарап кетті ма? Жоқ, халық тараған жоқ, сол жастар етіп отыр енді. Ыза болып, оның алдында қақтығыс болған ғой деймін. Мен ұққанымша, қарасам, нелерде қалқан жатыр. Мен сонда ұқтым, қақтығыс болған екен ғой деп. Содан кейін сымды алып тастапты, сырып алып тастапты, тартып болған сымды. Сым болғанда не, мынандай, тікенек сым. Содан кейін, бірақ көбі сол жерде тұр. Қойыңдар десе, әлі тіл алып тұрды кісілер, балалар жігіттер, жастар. Сон бір несін айтып кетейін осы жерде. Міне, қамауда болған, қазір енді үй қамағына шығарды, біздің қарындасымыз Толқын Шауалиева. Толқын, сонда, жаңағы мен айтып кеткен, ол кезде енді театрдағы шығарған аппаратура жоқ мен келгенде, сол жеттен кейін. Сонда, кім Толқын сол Айдар Садырбаевқа әкімнің орынбасарын айтты. Міне, көп мәселелер шешілмей жатыр. Біз сізге қанша рет келдік, ол кісілер саяжайда тұрады. Бобровка деген. Бобровка емес, Мұрат. Сонда тұрады. Сол әлі шешілген жоқ қой. Анау-мынау деп. Бәрін шешеміз, анау-мынау деп тұрды. Соңын көріп тұр ғой, Толқын бәрін тоқтатып тұр. Қойыңдар, ұлдар, етпеңдер. Сонда Айдар Садырбаев сол Толқынға айтқаны бар. Толқын, өзіңізге рахмет, міне, ризамыз.
міне мынау жастарды тоқтатып ет тұрғаныңыз деп. Ол кісіден өзіне сұрауға болады. Толқын сондай әрекет жасады ма тоқтатуға? Соң ол кісі өзі рахметін айтты ма екен? Айтқан жоқ па? Соны есіме түсіп, соны айтып тұрмын. Сонан кейін мен байқағаным, ана жастар тоқтатып еткеннен кейін тұрады. Тұрып, анау енді айғайлап тұрады, бірақ полицияға аса жақындаған жоқ. Енді арасы 1,5 метр, 2 метрдай. Полиция болған анау ұлттық ұланға. Сонан кейін полиция жақтан граната қайта атылады. Атылған сайын кімдер, жастар ұмтылады неге. Соң мен мына жағынан айналдым да полицейскийге айттым, бұларың немене? Көріп тұрсыңдар ғой, үндемей тұр ғой. Жай өз бетімен жарайды айғайлап тұр. Ана неменеге ата бересіңдер? Сол жерде бір майор тұр екен, мен неге өйтесіңдер? Ол аға мен емес қой, бұлар маған бағынбайды. Кім бұндағы бастық, кім қазір? Оның алдында сол күндіз көрген кім болған? Полицияның орынбасары Ахметжанов деген, Жандарбек деген кісі. Ол кісімен мен күн бұрын танысқам. Сол алаңға келіп, мен де келдім, сол кісі жүр екен. Сонда халық алаңда бейбіт тұрғанда гранаталарды лақтырып жара берді. Дәл халықтың ортасына лақтырмайды, сол полицияның алдында. Кішкене ортасына, полициямен кімдер тұрған ортасына қайтағылан. Ол халықты ашындырды. Иә, мен сол ана кісіні тауып алдым да, полиция орынбасарын. Соны айттым, бұларыңыз не енді? Көріп тұрсыңыздар ғой, жай өз бетімен айғайлап тұр, бірақ енді кімдерге тиісіп тұрған жоқ қой полицияға. Ол неменеге ата бересіңіздер? Қойған сияқты болады. Соңын мен бұлай кетіп, нелерді қайтадан ана лақтар бастады. Соңын балаларың қызығы, неге әдейі ашындырып тұр кісілерді? Соңын бірнеше рет болды. Сонан кейін бір енді сағат 9-ға таман ба, 9-дан кете ме? Жалпы бұл, енді ол кезде бұлай күдігім болды да, ал сонан кейін үйге қайтқаннан кейін бәрі есіме алып отырым, бәрі сценарий сияқты. Сонда дегенде міне неге ең бірінші қатарға басқа балалар пайда болды. Қолма-қол ұра бастады, кімдерді полицияға секіре бастады, ана қалқандарын теуіп, анамны полицияны бұлай айтқанда әлі сырып ет тастаған жоқ. Полиция өз бетімен біреу команда бергендей қаша бастады. Міне. Енді ұғынықты ғой, ол әр тірі нәрсенің, тірін жанның инстинкт қой. Нешеден қашты сонда полиция? Ой, бір сол 9-9:30-ға таман шығар. Мен сөйтіп ойлаймын. Сол бет алаңнан қашып кетті ма полиция? Иә, қашқанда соңын қашты да, анау ұсақ балалар кімдер, жас балалар ұлттық ұлан қашып, олар қашып, кейбіреу ұқпай қалды. Аналар арттарындағы полиция қашып кеткен, бұлар әлі тұр, қалқан ұстап. Соңын олар да қаша бастады, кейбіреу құлап, несін сондай қорқады ғой, қолындағы қалқан түсіп қалды, анан ала алмай ет түрмен, қаш, оны қайтесің қалқаныңды, жоқ, бір-екеу қашып кетті, біреу болмайды, оны да әперіп жібердім, алды да ол да қашты. Соңын мен енді бәрінен бұлай, бұл кішкентай ауыл емес қой енді, бәрін танымаймыз, енді бәрі де түріне қарағанда көрініп тұр, дені дұрыс, осы семейдің балалары. Қойыңдар, ұрмаңдар, бұларды қазақтың балалары деп қоя қойды, бәрі етпейді. Сонан кейін 1-2-3 офицер құлақ қалды. Ана жерде ненің аласа ағаш өседі, ненің қасында, әкімдіктің. Ол соның қасында. Соны қарасам, бір жігіттер жүгіріп келіпті, ұрамда бет жатыр аналар. Мен соны жүріп келдім, енді ойладым, қой қойдым, қойыңдар, бұларың немене?
жыныстыңдар ма? Бұл да дәл өзің сен ағайын қазақ емес бұны. Маған қарайды, мен сен былай тұрдым, денемді қойып неге ұрмасын деп ана. Бір-екеу тұрып қашты да, үшінші кішкене ете алмай қалды. Тұр де. Анау маған біреу маған қарайды, қазақтың баласы, бірақ орысша айтады. А что ты, говорит, за них заступаешься дейді. Маған үлкен кісіге өзі жап-жас бала, сен деп сөйлеп тұр. А ты что за них заступаешься дейді. Мен ол қазақ емес пе? Сен де қазақ емессің бе? Бірдеме деп, мен өзім кішкене етіп қалдым. Ұрып жіберемін деп. Маған түрін алартып, көзін алартып, орысша етіп тұр. Сол, полиция қашып кетті, солардың арттарына жүгіргендей болды да, ана жерде полицияның нелері тұр, көліктері. Соны ұра бастады. Мен о жерге мен де бардым, айттым, бұлар немене? Бұл біздің ақшаға алынған нәрсе емес пе? Немене? Жоқ. Соны мен айтып отырмын ғой. Жай дені дұрыс адамдар сол жерді айтсаң қояды. Ал кейбіреулер тыңдамайды, қарамайды да саған. Сонда сіздің айтпағыңыз, жаңағы кейбіреулер тыңдамайды дегеніңіз, олардың түгелі әти әкелген арандатушылар ма? Арандатушы, дайындалған арандатушы адам. Мен байқағаным, орысшылайды бәрі. Кім әкелді олар? Енді кім біледі? Ол сценарий жазғаннан білу керек. Оны кім жазды ол сценарийді? Назарбаевтың жақтастары ма, Тоқаевтың жақтастары ма? Әлде екеуі бірігіп алып келді ма? Кім алып келді? Күдігіңіз қандай? Мен ойлаймын, енді ол сол жан-жақтан айтылып жатыр ғой, қазір мәліметтер шығып жатыр. Назарбаевтың дайындаған нелер болған деп, сондай сарбаздары неше түрлі ақпараттар шығып жатыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзінде, өз бауырында дайындалған адамдар деп. Яғни ол ақпаратқа сенесіз? Енді солай шығар. Енді бұл оғынықты мен оққаным сол жерде. Ол біздің адамдар емес. Осы семейдік емес. Өйткені мен айтып тұрмын ғой. Дені дұрыстар, қойыңдар дегенде қойды. Аналарың көбінесе орысшылайды. Сіз нешеде қайттыңыз алаңнан? Сол 10-ға таман ба? Сол бычыт болып етті, мен көңілім түсіп кетті. Мынау не болды? Сұмдық емес пе? Немене? Ананы сындырды, бычыт болып, бәрі етіп жатыр. Қой. Мен сол айттым, түкте болмайды дедім. Мен бір қасымдағы жігіттерге де айттым, біз енді тоқтата алмаймыз, не істейміз ал? Барып алар төбелесесің бе? Түкте болмайды енді бұл дедім. Мен айтқаным, соны жаңа бір нелерді мен тез айтып ұмытылып кетті. Мысалы, қазір мен қамаудағы жатқан біздің ағайын Сұлтанбек Кенжебек. Енді сол арасында көбі кімдер намазға жығылатын жігіттер, тұр, сақалдар бар, анау. Сонда мен театрдың қасында етіп жатқанда кейбір айғайлап жүрді ғой. Сонда Кенжебек көбін тоқтатып отырды ғой. Қойыңдар енді бәріміз қазақпыз, енді ол кісілердің мүмкін ерекшелері бар шығар, кімдерге тоқтатып айтып отырды. Көбі айғайлаған да жоқ. Сонан кейін Кенжебек барып айтады, бірден қойыңдар, бұларың немес, анау деп. Сонда арандатушылар емес, ертесінде билік керісінше халыққа басып айтып жүрген белсенділерді ұстап қалмады, солай ма? Келесі күні? Енді солай шығар. Келесі күн мен болған жоқпын. Алтысында мен неде болған жоқпын, алаң жақта. Белсенділерді қудалау, саяси репрессия қашан басталды? Жалпы репрессия бұрыннан болып жатыр ғой. Жоқ, осы қаңтар көтерілісі бойынша. Сол енді міне алтысында көбін ұстай бастады, сол алаңда да, сонан кейін естіп жатырмыз ғой. Көшедегі кісілерді де ұстапты, көбін ұстаған. Ал енді белсенділерге аса батырып еткені, соны кейін естідік болып жатқанын. Сонда мен соны ойладым. Қазірде оны мен сөйтіп ойлаймын. Бұл дәл неге ұқсас 2020 жылы неге Белоруссияға. Қазір азаптап жатқан не деп айтты? Мысалы, маған да айтты. Мені соң полицияға шақыртты ғой. Біраздан кейін
сонда айтатындар, міне аға, шығасыңыз бар ма тағы да митингқа? Митингқа неге шығу болмайды? Енді көрдіңіздер ғой. Енді міне осыдан кейін енді ешкім шықпайтын шығар дейді полицияның сөздері. Соны естіп жатырмыз. Мына полициядағы жатқан міне азаматтарды ұрғанда сөйтіп айтады дейді. Әй, ал енді шығып көріңдер енді, ал көрейік енді деп. Ал бұл сценарий дәл Беларусияда дәл солай болған. Оның алдында 2011 жылы ма, 2013 жыл ма Ресейде болғанда, оларда да дәл солай болған. Будете еще выходить на митинги? Вот мы вам сейчас покажем, что такое митинг деп. Міне Ресейде болды, дәл сондай Беларустарда болды, міне дәл соны бізге алып келді. Енді қалай ойлайсыз? Жаңағы жастар немесе белсенділер осыдан кейін митингке шықпайтындай болды ма? Жоқ, белсенділер шығады деп мен ойлаймын. Керісінше, кері эффекті берді ма бұл? Жоқ, бұл жерде мен былай дейін. Шығады ғой. Есін жинағаннан кейін, біраздан кейін, бәрі де белсендің аты ол сол ғой, белсен. Мен сұрап отырғаным мынау. Билік халық енді митингке шықпайтындай арандатушы әрекетті де жүргізді, репрессия де жүргізді, ұрып соғу да, азаптау да барлығын жасады. Бұл әсер етті ма халыққа? Жоқ әлде кері эффекті беріп отыр ма? Халық одан сайын ерегесіп шығатын болып отыр ма? Жоқ, халыққа әсер етті. Қарапайым халық көбі қорықты. Енді шықпайды деп ойлайсыз? Енді қиын болады. Бірақ та міне, бұл жерде мынандай нені айтып кету керек. Мен жаңа жайдан жай айтқан жоқпын ғой, Ресей мен Беларустарды. Ол міне ұғынықты, ол биліктің қолымен қазір істелініп отыр. Билік болғанда міне полицияның қолымен. Ал сол полицияға үстіде ең анау министрлігінен бастап, мен ойлаймын, ол Ресейден беріп отырған нұсқаулар. Яғни бұл митингтердің артында Ресей тұр ма? Мен сөйтіп ойлаймын. Бүгінгі енді міне көп ақпараттар қазір шығып жатыр ғой. Мен сөйтіп ойлаймын. Митинг мүмкін артында емес, бірақ бұл басталып кеткенде, бұл біреудің бәрде сценарий болды. Ана газдың бағасын қымбаттатып, әдей. Сценарийдің авторы кім? Енді оны біз білмейміз, оны Құдай ғана біледі. Ресей тұр дедіңіз ғой. Жоқ, Ресей сонымен мүмкін пайдаланған шығар. Ал бір күштер соны әдей жасады да, осы халықты ашындырып, соңы мен тағы бір не айтып кетейін, ағайын көбі мүмкін ренжитін шығар маған бұндай айтқаныма. Қазір көп айтады, міне қазақ көтерілді анамнау. Мен көзім жеткенім, қазақ өзі көтерілген жоқ. Қазақты осыған әдей алып барды. Бір күштер әдей алып барды да, міне Семейде мысалы ауылдардан жан-жақтан келді. Онда ешқашан болған жоқ. Семейде де, міне мысалы біз қазақ тіліне, қазақтар тұру керек қой, митингқа бару керек қой. Соны қанша айтасың, міне қазақ тілі туралы митингқа береміз, жиналайық. Сонда көбі жиналмайды. Ал бұл жерде бір-біріне айтылып қойғандай, бәрі уақытында анда жиналды бәрін. Соң полицияда енді ана неде жиналып жатқанда, стадионда жиналып жатқанда, оны тоқтатуға болады ғой. Бұлар бәрін біліп отыр ғой. Мысалы, анау Цен-поселоктан келе жатыр осыншама кісілер, ана жақтан осыншама кісілер. Сол жерде бәрін тоқтатуға болады. Ал әдей тоқтатылмаған нәрсе. Ал сонан кейін мен ойлаймын, Ресей күштері осын пайдаланды да, соңген әр қарай әсіресе полициядағы соңген айтып жатыр ғой жаңағы, күш қолданып, өттік салып, ине тыққан. Міне, ол әдей жасалған нәрсе, өйткені Ресей билігіне қасындағы мемлекеттерде демократия болмау керек. Мен өзім соны қазір солай қорытындап отырмын, көріп бәрін. Естіп, тыңдап, оқып дегендей. Сол тағы да айтып кетеді, мен жаңа міне Кенжебек туралы айттым, ол кісі өте көп кісілерді тоқтатып отырды. Соны тағы да айтып кететін, 2019 жылы, міне Кенжебек туралы, бізді осы қала белсенділерін ішкі саясат бөлімі шақырған әкімдіктің. Сонда сол жаңағы айтып кеткен Абай кітапханасында
бізді кешке шақырған, осылай қандай нелеріңіз бар, талаптарыңыз бар, айтыңыздар деп. Онда Өскеменнен бір зерттеу институтынан бір жігіт келген. Сонда міне Кенжебектің айтқаны, мысалы енді... Қанша белсенді бардыңыздар ол кездесуге? 7 адамдай ма, 8 адамдай сол. Сонда Кенжебек бар, жаңағы Толқын бар. Сонда Кенжебек айтып отырған: Құдай сақтасын, ертең неше түрлі болуы мүмкін. Халық митингға шығып, сол қан төгіс болмау үшін, міне біз белсенділер, сіздер бізбен диалогта болуыңыз керек. Ертең біз міне халықпен биліктің ортасында біз болуымыз керек. Сонда ешқандай қан төгіс болмайды. Халықты тоқтатып отыратын, дұрыс бағытқа апаратын кісілер болу керек, біз сияқты деп айтып отырған. О анада кездесу болғанда, кім қазір әкімнің орынбасары болды, жаңағы айтып кеткен Айдар Садырбаев. Ол кісі мойындап отыр, Кенжебек аға сөйтіп айтты деп ол кезде. Енді одан нәтиже болған жоқ қой. Соны айтып отырмын. Ал міне қазір ол кісінің мойны іліп отыр. Сен ұйымдастырып, анда апардың, мында апардың, кісілерді әдейі анаған неге ұйымдастырдың деп. Сонан кейін, енді мен өзім сөзін шыны керек, өзім көрген жоқпын. Бірақ Кенжебектің аузынан естідім. Ол маған соңмен сол 5-інде сағат 11-ге таман телефон соқты. Мен де қайттым. Жаңа анау әкімдіктің ішіне кіріп несін қиратпау үшін 1-2 жігітті ұйымдастырып, сол жерге анау диванмен нені қойып қойдым дейді. Ана екінші қабатқа шықпасын, диванмен креслоларды бір-біріне қойып, ана жаққа ешкім кетіп қалмасын деп етіп кеттім деді. Енді сол үшін отыр қазір, Міне, ал қазір былай қарағанда, кім келіннің айтқаны бар, бірнеше рет тергеуде болды ғой бірге, сол алып барып адвокатпен. Адвокат кімге, тергеушіге сұрақ қояды ғой. Көрсеткіші, қандай видео, фото дәлелдер бар екен. Соны көрсеткіші. Бірдене жоқ, бірақ видео бар. Кенжебек тұр, қасында полицияның бастығының орынбасары тұр, мына жағында әкімнің орынбасары тұр. Соңғы жаңағы айтып кеткен Айбек Нұғымаров облыстық мәслихаттың депутаты тұр. Сол кісілермен тұр, айғайлап тұрған жоқ ешқандай. Енді ол кісі айғайлап ана жерде тұрса, кімдер әкімнің орынбасары тұрмайтын шығар енді қасында. Ұғынықты ғой енді ол. Сонда көрсеткені бірақ видео сондай. Міне жүр ғой неде, алаңда жүр ғой деген. Бұл әділетсіздік, қоғам белсенділерін қудалау, жаңағы азаптауда отырған, уақытша оқшаулау мекемелерінде отырған жастарды жіберетін күн туа ма? Әділдік қашан болады деп ойлайсыз? Үміт бар ма жалпы? Үміт бар. Мен былай деп айтайын. Мен өз ойым ол бәрі біздің биліктің қолында емес. Қазір Украинадағы жағдай қалай болады? Біздің азаматтардың жағдайы соған сәйкес болады. Украина жеңіп етсе, мен ойлаймын, бәрін ақтап шығарады. Мен сөйтіп ойлаймын. Ал Ресей жеңсе? Ресей жеңсе, жалпы қазақ елінің жағдайы өте қиын болады. Өте. Тирания. Ол 37 жылда дәл сол болады. Мүмкін одан да жаман болатын шығар. Бәріміз атылып кетуіміз мүмкін бе? Әбден мүмкін. Ол рас солай.